Елге оралсақ, бүгін Түркістанда Орталық Азия мемлекеттерінің бірінші парламентаралық форум басталды. 2 күнге жалғасатын жиында парламентаралық қатынастарды кеңейтудің басым бағыттары мен біртұтас рухани мәдени кеңістікті дамытудың өзекті мәселелері талқыланады. Форумға қатысып жатқан қырғыз, өзбек, тәжік және түркімен делегациялары Түркістандағы тарихи мәдени нысандарды аралап көрді. Олар ортақ тарихи рухани мұраға негізделген мәдени гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту барысына назар аудармақ. Сондай-ақ осы кездесуде еліміздің оңтүстігіндегі 3 миллионнан астам халықты мазалаған трансшекаралық су мәселесі, экологиялық және энергетикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету сияқты аймақтағы өзекті мәселелер шешімін табады деп күтіліп отыр. Орта Азия елдері үшін ортақ мәселелер бар деп айтсақ артық болмайды. Себебі шынымен де су мәселесі бар, әлеуметтік мәселелер бар, ортақ. Одан бөлек мүмкін саяси, экономикалық басқа да мәселелер бар дегенмен, оларды шешу үшін әрине тек қана үкімет қана емес, тек қана мемлекет басшылар ғана емес, қоғам ғана емес, әрине депутаттарды бірге жұмыс істеуге дайын екенін өзіміз қазір көріп отырмыз.